Здравствуйте, дорогие подписчики. Как обещал, сегодня еще один прямой эфир. Сегодня наши славные братья-батыры занимаются вот таким вот интересным занятием. Да, прямой эфир. Юрта вот одну ставят, и там сейчас чуть в сторонке у нас уже еще одна, уже готовая. Так. Вот. А ну, брат мой, прокомментирует то, что здесь сегодня происходит. Армысыздар қазақ елі, жана ана басқа эфирде де мында да кезігіп тұрмыз енді. Бәріміз осы неде жүрміз ғой осы. Неде? Самый нағыз мына билікке қарсы шығып жүрген осы белсенді азаматтар нағыз осы жерде қалай түсіндірсем, ядро болып тұрмыз ғой осы жерде қазір біз. Бізден раздражение қазір оларға жүріп жатыр, мына қазір билік басында тұрған мына ұрыларға, чиновниктерге қазір бөлісіп отырыңыздар, көріңіздер, халыққа таратып отырыңыздар, айтып жүріңіздер, ойда болсын, біз ел үшін, жер үшін қызмет етіп жатырмыз. Ертең қызмет етіп жатқанда солардың болашағы үшін күресіп жатырмыз, қызмет емес. Түзетіп салайын сөзімді, күресіп жүрміз. Осы қазір билік басында отырған чиновниктар мен соларды бейбіт түрде ауыстырайық деп. Сол үшін бәрдеріңіз белсене қатысыңыздар. Бұл жалғыз біздің ғана, осы жүрген белсенділердің ғана міндеті емес, бұл барша қазақтың міндеті. Ертеңгі болашақ тағдыр. Қазір өздеріңіз білесіздер, сондай жұмыс жоқ, карантин, халығымыз көп, 10 мыңдаған халық өмірден өтті осы жолы COVID-19 пен. Сол секілді қазір үшінші толқында келе жатыр. Балаларға қазір сол эпидемия осы жүреді деп жатыр. Как будто қолдан бәрі біліп отыр, билік басындағылар, кім қалай ауыратын. Сол үшін бұның бәрін қолдан жасап жатыр. Қосылыңыздар қатарымызға, күресейік, ертең ұрпақ үшін күресейік. Біздің өмір өтті, асарды асадық, жасадық. Енді күресіп өмірден өтейікші не болса да. Самый нағыз өлімнің бір кайфы ғой дейміз, күресіп жүріп деген өлген деген шын. Өмірде темір емес ешкім, бәріміз ертеме кешпе бәрібір өмірден өтеміз. Мына күреспен дейсі, күресіп жүріп өмірден өтіп кетсең ол да бір малды өндемей кете қоймаймыз дейсің ба? Әйтпесе бүгін ертең өлгілі тұрған жоқпыз негізі. Күресеміз, аяғына шейін жеткіземіз. Аман болайық қазақ елі. Бәрдеріңіз жабылыңыздар. Жабылайық бәріміз. Жабылып тұрып, қазақ болып, бір ұлт болып, бірге жабылып жүріп ауыстырып тастайық осы билікті. Билік басында отырған чиновниктерді, ұрыларды, сатқындарды, маньяк, бандиттердің бәрін бейбіт түрде ауыстырып тастайық. Демократиялық, парламенттік ел құрайық. Дамыған мемлекеттерге қарай, Европаға қарай бағыттайық, Южный Америка қарай, неге қарай, Корея қарай, сондай елдерге қарай бағыт ұстап, солардан үлгі алып кішкене бір дамыған мемлекеттерге қатарына қосылып жатсақ, бізде бәрі бар қазақ елі, Қазақстанда бәрі бар бізде. Сол үшін күресейік, күрес, шаршамайық, жатпайық, күш бірлікте, сонда ғана жеңеміз біз. Жалықпаңыздар, шығыңыздар, күресейік. Амин. Рахмет сіздерге, тыңдағандарыңызға. Амин. Амандықта кезігейік. Досым өзімнің осы жақта таныстық, Көкшетаудікі, мен Өскемендікі. Өмірде бір-біріміз танымағанбыз, осы жаққа келіп туған бір ағайындылардай болып жатырмыз. Бағана біраз киіз үйге барам деп кетіп қап, естіп, менттер ұстап алды деп, жолда алып кетті деп, жаман нервничетіп, бір адамдан айырылып өйстіп алып кететін болса, менттер жаман нервничетеміз мына жерде. Сол тәурақ уайымдадық. Әйтеуір аман есен келді. Негізі шықпандар деген бәріне. Әйтпесе чүт қашадан шықсаң іліп алып кетіп жатыр ғой менттер. Шакалдар секілді ғой, жабылып шакал етеді. Шакалдар ғой. Шакалдар, иә. Кәдімгі 4-5-еуі бір-ақ жабылады да, кәдімгідей. Ана соқсаң сотталасың оларды. Ал сол үшін соқпайын десең, олар көрінбейсіп. Ана спатишка жабылып, жаман шакалдар кәдімгідей бар ғой, шакал етеді. Рас, действительно. Мен Өскеменде де жүрем, Өскеменде де осылайынан. Оларға басқа сөз табылмайды дейсің бе? Ана митингқа 22 февральда шығамыз деген кезде жабылып, так, неше 3 машин, 4-4-тен 12 кісі, 3 кісіге жабылды ғой, жабылып әйтеуір алып келіп уголовный дело ашып. Сол секілді олар. Сөйтіп жабылып үйренген. Біз оларға стоп қоямыз, ертеме кешпе бәрібір стоп қоямыз оларға.
Оларға уже стоп қойылып тұр қазір. Соны просто кішкене надавить оларға. Рейтинг власти Ақымақ, 2%. Иә, мәңгүрттер естерін 2%. жинаңдар. Әмин. Сол құрметті қазақ елі, күш бірлікте күтеміз бәрдеріңіз. Әмин. Алға Келіңіздер асарға, келіңіздер дұға асқа. Бұл тарихи сәт, тарих осы болып жатқан күндерде бір күннің ішінде ешкім жазып бітпейді оның бәрін. Бұл жылдап жазылатын тарих, осы жерде болып жатқан оқиға. Бәрі біледі осы жерде қазір не болып жатқанын. Бәрі түгел ағайынды, туыстай бәрімен. Солай, мен бір сөйлесем, эфир көрсем, біраз дырылдаған жақсы көремін өзі. Түсіндіріп қайтайын, жүрек ауырады қазақ ел, дұрыс түсініңіздер. Жүрек ауырады, ертең ұрпақты ойлайсың, жеріңді ойлайсың, еліңді ойлайсың, өйстіп қазір біз қайшылық заманға келіп тіреліп тұрған, алданып қалғанымыз, соны ойлайсың, жүрек ауырады. Содан кейін өйстіп айту керек болады енді сіздерге, түсіндіргім келеді. Бірде болмаса біреуіңіз бәрібір оянасыздар, келесіздер осы жерге. Атак бәрдеріңіз шақырам, келіңіздер. Тағы да айтам, күш бірлікте. Әмин. Рахмет. Рахмет, брат. Рахмет, брат. Рақилә. Милициялар жол бойында тұр. Онсыз болмайды. Біз айттық қой, біз мұнда асада сияқты тұрмыз да. Бірақ келем деген, өтем деген адамдар өтіп жатыр. Мен өзімне жаңа Руслан жаңа айтып кеткендей, кигіз үйге қалаға шығып барып келдім. Екі машин болып шықтық, екінші машинаны тоқтатып, оларды гаишниктер тоқтатып, біраз қандарын ішті. Сол уақытта мен шопырға айда тоқтама деп, арғары өтіп кеттім. Бұл жақта хабар келді да, мені ұстап алып деп, қолына хабар келіп, жігіттер мұны ешкене біраз кипіш көтеріп нетті. Бірақ бәрі все нормально, мен өттім, кигіз үйді әкелдім. Жіберген жұмысымды атқардым. Міне осы мына кигіз үйді, міне осы міне кигіз үйді алып келдім. Қазір жігіттер оның бәрі тігіп жатыр. Сондай бір қалаға барып келген бір экспедициям бар бүгін. Сол адак жол ашық. Өтем деген, келем деген кісілер келіп жатыр. Міне бүгін де күні бойы кісілер келіп жатыр, кетем дегендер кетіп жатыр. Бір қарындасымыз, Мақтаралдан бір қарындасымыз келіп, 2 күн жәрдем беріп, көмектесіп, 1-2 күнге келдім. Сол қол тигізіп кетейін деп, сол 2 күндей болып көмектесіп, бүгін міне жол жүріп кетті, қайтадан үй жағына үйге. Сол осылай міне кигіз үйдерді тігіп жатырмыз. Енді Құдай қаласа, мына жаққа, мына жағымыз бәрін тегістеп, бәрін дайындық қойдық та. Осы жерге армейский палаткадар тігеміз, қонақтарға келген кісілерге жататын жер болсын деп. Сондай жағдай. Кісілеріміз көбейіп жатыр, жан-жақтан келіп жатыр. Бір-бірімен танысып, аға, іні деп. Сол енді сол аса бұл айтқандай, милицияларды айтсақ, біздікілерін ұстап жатыр, жауып жатыр, бірақ біз бермейміз. Біз оларға бермейміз. Сол қызықтың көкесі міне енді басылып жатыр, міне кигіз үй салып жатырмыз. Милициялар артымыздан аңдып артымыздан жүр. Біз оларға көн жүрген біз жоқпыз. Әне осындай батыр інідеріміз әне. Сол, атак үйдің шаруасы 98% дайын. Бүкіл стяжкасын, экополын бәрін құйып бітірдік. Алла жазса, несін ламинатын төсейміз. Ламинаттан кейін обой ғана қалады. Сонымен обойдан кейін есік. Сол есік бар. Сол есік қою керек, ламинат и обой. Сонымен үй бітіп қалады. Міне батырдарымыз
жан жақта ту ұстап жүр. Міне қараңыз. Әне Женя батырымыз ту ұстап. Женя, давай, давай, Женя, давай. Алға Қазақстан. Азамат, еркек. Еркек Женя. Браттар, міне, батыр браттар тұр міне. Ой, амай, молодец. Браттандар бұл. Міне, алтын қол браттандар мында тұр міне. Кафель, последний кафельдер салып бітіріп жатыр міне. Сүбеде дедеміз. Ереке чемпион. Бәрі осында. Міне, кигізей міне. Кигізей туыда бар міне. Екінші кигізей салып жатырмыз. Тігіп жатырмыз. Мына біздің ағамыз. Сегізіні келіндер күтеміз. Бәріне риза боламыз. Көрдіңіз ба? Браттандарымыз, өнедеріміз, апашка міне. Үлкен кісі міне әдейлеп келіп, осы кигіз үйді бізге тігуі әдейлеп келді. Көрсетіп жатыр, үйретіп жатыр үлкен кісілер. Бұл айтқанда біз кішкене дәстүрімізді ұмытып қалдық та, осында үлкен кісілер қайтадан бізді үйретіп. Кигіз үйдің өзі тіккен өзі қаншама дәстүрдің бір несі ғой, қанша рух береді да. Ертең бір сұраса, сен кигіз үй тіктің ба, көрдің ба, білесің ба дейсің. Я білем дейсің ба, тіккем деп. Қайда тіктің? Осылай Дулат ағамыздың үйінде үлкен ас берейін деп атқан кезде сонда жер үй тіктім деп айтып, ол уже қақым бар да. Солай міне батыр інілерім кигіз үй тігіп жатыр. Бауырым, бір-екі сөз айтып тастайсың ба? Міне батыр інім. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін киіз үй салып Дулат ағам асына дайындаудамыз. Үй салынуы аяқталуға жақын қалды. 8 күні ас өтетін естеріңізге салым келеді. Талапкер ауылы Жеңіс 27-ші адресі бойынша. Барлығыңыз қатысыңыздар, бірлігімізді көрсетейік. Бар екенімізді көрсетейік. Халықтың күші бірлікте. Алға Қазақстан. Рахмет бауырым, рахмет. Осындай інішектер, батыр інішектер. Алдындағы бүкіл өмірдің бәрі осындай жігіттердің қолдарында ғой. Сол осындай жігіттер өмірдері жақсы болсын деп, сол үшін күресіп жүрміз ғой. Міне, батыр ағамыз. Сәлем, Қазақстан, алға, бірге. Сіздер келектеп кигіз үй тігіп жатырмыз. Кигіз үй. Әмин. Қонақ келеттік. Әмин. Қонаққа келдіңдер. Сарыарқаның төріне. Көрдіңіз бе? Біздің братандар қалай. Бәрін шақырып жатыр, келіңдер деп жатыр. Қалып қалмаңыз, келіңіз. Бәрін күтіп аламыз. Мынау үйде салып бітіріп жатырмыз, соған қызықтап. Сендерді осы қызығымызды сендермен бөлісейік деп сендерді шақырып жатырмыз. Келіңдер. Қалып қалмаңдар. Өзі мынау үйдің өзі рухы мықты да. Бүкіл маңайда күшік, мысықтың балапандары бәрі осында келіп осында жиналады да. Есік алып маңай толған мысықтың балапандары, күшіктер. Әне біреусі жатыр әлі. Тағы да мұнда бір 4-5 жүгір жүр.
күшіктер бәрі осында келіп осында қалып жатыр да. Сол. Өмір деген қызық қой. Кім біліпті, бір жұма бұрын мен осылай елім жерім деп халық үшін, елім үшін деп жаным берем деп жүретінді. Өмірде тез ауысады да. Кеше ғана ештеңе керек жоқ. Күндегі тамағым тапсам болды деп жүрген адам қазір міне елім жерім деп жүрмін. Іздегенім, шынымен іздегенімді таптым. Мұнда өңге ағадарым, ападарым, өнедерім, қарындастарым. Бәрінің ойдары бір. Дуат ағамның баласы. Қалаға шығып келдік. Милициялар екінші машина тоқтатты. Бәрі ойлап жатыр да, мені сап алды деп, жігіттер бәрі ой байлап нетіп жатыр да. Жебелет әдем, вообще настроение түсіп қалды. Қайтып келгенде бәрі тағы қалай жібердің ба? Кім жіберді? Сені сап алды деді. Жоға кірі мен ұстаған жоқ, мен прорвался, өтіп кетті мен. Енді шықпа деп жатыр да. Мен неге шествие ешқандай шыққан жоқпын да, бірақ телефон ретінде призывтарым бар. Келіңдер, енді мен неге даңғылға шығыңдар андаймда деген айтқан сөз менен шыққан жоқ. Мен осында шақырып жатырмын. Кісілер оянсын, біздің арамызға қосылсын деп айтқан сөздерім бар. Ол шындық. Енді айтқанда милицияға сол да жетіп жатыр ғой. Мен сияқты вовремя кезінде оянған кісілер осылай бәріміз басымыз қосып осылай жиналсақ, онда жеңіс шынымен бізде болады. Ау. А? Неше түрлі бірдеме жазып отыр, түсінбей жатырмын да, не жазып жатқандары. Бірдеме өтшеді. Жарайды. Неше түрлі бәлен жаза береді адамдар. Жарайды. Братья, сестры, до новых встреч. Эфир, не знаю, может сегодня будет, а может завтра будет. Но я вам обещаю, но эфир будет обязательно. Пока. Мощный ты. Мощный это гражданский. Арзан, да? Да. И у нее 65 кнопок скорость.